Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Жарқын Аспан Зарғызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстанда тұрғын үй коммуналдық салада кезекті реформа басталды. Енді үйлерді басқарудың тек екі заңды түрі ғана қалды. Бұрынғы пәтер иелері кооперативтердің орны қандай? Жаңа заңда тарифтер қалай реттеледі? Тұрғындар мен төрағаларға қандай міндет жүктеледі? Шаһарымызда Қарағанда қосалқы станцияны жаңғырту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. 2023-27 жылға арналған бағдарлама үш ауқымды энергия жүйесін қамтитын болады. Бұл туралы сәлден кейін. Қарағанды қаласындағы перинаталдық орталықтарда ұлттық мереке ерекше сипатта өтті. Дәл осы күні дүниеге келген сәбилерге қазақтың қастерлі домбырасы сыйға тартылды. Елімізде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында маңызды өзгерістер қолға алынып отыр. Парламентте қабылданған жаңа заң жобасына сәйкес үй басқару формалары тек екі түрмен шектелмек. Мүлік иелерінің бірлестігі және тікелей бірлескен басқару. Бұл басқару тәсілдері 36 пәтерге дейінгі көп қабатты үйлерге қолданылады. Ал бұрынғы пәтер иелері кооперативтері мен тұтыну кооперативтері жұмысын жалғастыра алады, бірақ олар енді басқару формасы ретінде танылмайды. Жаңа заң тариф мәселесіне де өзгерістер енгізеді. Енді үйді басқаруға арналған төлемнің ең төменгі мөлшері, яғни базалық кварт бұл айлық есепті көрсеткішке байланысты белгіленбек. Бұл тұрғындар төлем жүйесінің айқын және әділ болуына жол ашады. Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляеваның айтуынша, базалық тарифтен жоғары төлем тек тұрғындардың келісімімен ғана бекітіледі. Тіпті басқару органы сайланбаған үйлерге уақытша әкімдік тағайындаған компанияларда тек базалық тарифпен жұмыс істеуі тиіс. КМРП привязан только базовый. Айлық есептік көрсеткішке тек негізгі, яғни төлемнің ең төменгі мөлшері шаршы метр үшін төленетін базалық кварт болғаны байланыстырылады. Тарифтің базалық бөлігі және тұрғындар дауыс беру арқылы бекітетін бөлігі бар. Демек, тұрғындардың келісімінсіз квартпулды базалық мөлшерден жоғары қоюға болмайды. Тіпті басқару формасын таңдамаған үйге уақытша әкімдік тағайындаған басқарушы компания келсе де, ол тек төменгі тарифпен жұмыс істейді. Талқылау тобы құрамында болған және 3 жылдан бері мүлік иелерінің бірлестігі төрайымы қызметін атқарып келе жатқан Альбина Мұхамедиярова бұл реформаны қолдайтынын айтады. Оның сөзінше төраға болу оңай іс емес, әсіресе тұрғындардың қарыздары күрделі мәселеге айналған. Долги на этом доме 800 тысяч, 400. Бұл үйде жиналмаған берешек көлемі миллион теңгеге жуықтайды. Соған қарамастан кіреберістерді жөндеп, жертөлені тазарттық. Қазір ыстық су құбырын ауыстыруға материал алып жатырмын. Бұл арзан жұмыс емес. Оның айтуынша үйді күтіп ұстауға ай сайын шамамен 300 мың теңге қажет. Алайда тұрғындар бұл соманың тек жартысын ғана өтейді. Кейбір пәтер иелерінің берешегі 60 мың теңгеден асып кеткен. У меня ремонт подъезда продолжается вот тут, переизбирать. Мұнда кіреберістерді жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр. Оған қоса қайта сайлау болып жатыр. Сол себепті есеп шоттар бұғатталады. Ал мен оларға қарсы күресуге мәжбүрмін. Жаңартылған заңға сәйкес тұрғын үй инспекциясы енді есеп бермейтін төрағаларды әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығына ие болады. Сонымен қатар берешекті өндіріп алу мерзімі де қысқартылды. Бірақ мамандардың айтуынша, бұл жеткіліксіз автоматтандырылған жүйе қажет. Долги – это большая проблема. Не до конца мы ее решили в этом законе, потому что... Қарыз жүйелі әрі күрделі проблема. Бұл жерде құпиялылық, заңнамадағы олқылықтар секілді факторлар бар. Біз осы үдерісті автоматтандыру жолдарын қарастырып жатырмыз. Жаңа құжат мәжіліс пен сенатта мақұлданып, мемлекет басшысының қол қоюына жіберілді. Айым Ғалымқызы, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында қоғамдық көлікте жол жүру ақысы қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша тарифті көтеру үдерісі біртіндеп жүзеге асады. Қазір жолақыны қайта қарау мәселесі талқылау сатысында тұр. Тарифтің өсуіне әсер етіп отырған негізгі факторлар инфляция, жанар-жағармай бағасының қымбаттауы және тасымалдау сапасын арттыру қажеттілігі. Соңғы жылдары 200-ге жуық жаңа автобус сатып алынып, 6 бағыт қайта іске қосылған. Тариф будет расти здесь.
Тариф өсет, онсыз болмайды. Себебі жанар жағармай құны да қымбаттап жатыр. Жаңартулар жиі енгізіліп тұрады. Осыдан 4-5 жыл бұрынғы уақытпен салыстырғанда айтарлықтай ілгерілеу байқалады. Жол ақысының қымбаттауына осы секілді және басқа да себептер әсер етеді. Бұл өзгеріс біздің өңірде ғана емес, басқа да аймақтарда жүргізіліп жатыр. Аймақ басшысы былтыр маусымда жолақының 80 теңгеден 100 теңгеге дейін көтерілгенін еске салды. Бұл өзгеріс 10 жыл ішінде алғаш рет енгізілген болатын. Сонымен қатар оңай электрондық төлем жүйесі арқылы бірыңғай тариф қалыптасып, кейбір санаттағы азаматтарға жеңілдіктер сақталған. Тариф біртіндеп жоспарлы түрде өзгереді. Электронды жүйе енгізілгелі бері жолақы төлеу тәртібі республика бойынша ортақ стандартқа сай келе бастады. Бірқатар әлеуметтік жеңілдіктер де қарастырылған. Дегенмен жолақының нақты қаншаға өсетіні мен өзгерістің қашан енгізілетіні әзірге белгісіз. Алдын ала болжам бойынша оңай картасымен жол жүру құны 120 теңгеге дейін, ал қолма-қол төлем 250 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Бұл тариф Алматы қаласындағы бағалармен шамалас болмақ. Қоғамдық тыңдау мен талқылаулар жалғасып жатыр. Айым Ғалымқызы, Айнар Дәуренұлы, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында энергетикалық қауіпсіздікті арттыру бағытында маңызды қадам жасалып жатыр. 1949 жылы іске қосылған Қарағанды қосалқы станциясы түбегейлі жаңғыртылады. Жоба 2023-2027 жылдарға арналған және 3 ірі қаланың Қарағанды, Теміртау, Саран энергия жүйесін біріктіруге бағытталған. Жаңарту жұмыстары аясында жоғары және орта кернеулі желілер толығымен жаңаланып, қуатты трансформаторлар орнатылады. Сонымен қатар 6 киловольттық жабдық тарату жүйелерімен жабдықталған заманауи басқару ғимараттары салынып жатыр. Бұл өзгерістер аймақтың энергетикалық тұрақтылығын күшейтіп, Қарағандының дамуына тың серпін бермек. Қаланың түрлі аудандарында жаңа қосалқы станцияларда салынады. Соның бірі Новый Майқұдық станциясы. 2022 жылы басталған құрылыс бүгінде аяқталуға жақын. Мұнда қажетті құрылымын толықтай дайындалып, әртүрлі кернеулі құрылғылар орнатылып жатыр. Бұл жоба жаңа тұрғын үй кешендерін үздіксіз электрмен қамтуға мүмкіндік береді. Подстанция очень серьезная, подстанция узловая. Бұл стратегиялық маңызды жоба. Қосалқы станция 3 қала арасындағы электр желілерін байланыстырады. Қазір 8 энергия беруші желі орнатылуда. 110 киловаттық әуе желілерінде де жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрылысқа заманауи материалдар қолданылады. Қазір монтаж және реттеу кезеңіндеміз. Жобаға 10,5 миллиард теңге бөлінді. Қаланың Федоровка ауданында да ауқымды инфрақұрылым жобасы қолға алынған. Бұрынғы станцияны қалпына келтіру экономикалық жағынан тиімсіз болғандықтан жаңа нысан салынып жатыр. Құрылыс 2 кезеңмен жүзеге асады. 2024 жылы басталып, 2026 жылы аяқталады. Жаңа станция оңтүстік шығыс аймақ пен Федоровка ауданы тұрақты электрмен қамтамасыз етіп, өңірдің әлеуеттік экономикалық дамуына ықпал етеді. Бүгінде де Қарағанды мен Теміртау арасындағы энергия байланысы әлсіз. Бұл қосалқы станция бұл мәселені шешіп, энергия тапшылығын жоюға көмектеседі. Компания қарамағындағы 104 қосалқы станцияның барлығы кезең-кезеңмен жаңартылып жатыр. Ал Қарағанды қаласының өзіне жаңғырту жұмыстарына 500 миллион теңге бөлінген. Қалада жүргізіліп жатқан бұл кешенді жаңғырту бағдарламасы тек техникалық жетілдіру ғана емес, сонымен қатар тұрғындардың өмір сапасын арттыруға бағытталған. Үзіліссіз және қауіпсіз электрмен қамту кәсіпкерлік үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, Қарағандының болашағына салынған маңызды инвестиция болып отыр. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Республикада өрт қауіпті кезең басталғалы бері 27 мың гектардан астам аумақта 261 орман өрті тіркелді. Қазір уақытта тілсіз жаудың алдын алу және ерте анықтау жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп отыр. Бұл мақсатта орман және табиғат ақпараттық жүйелері, орман шаруашылықтарының бейне бақылау құралдары, космомониторинг пен геоақпараттық жүйелер тәулік бойы жұмыс істеп келеді. Орман алқаптарында арнайы су шашу құрылғылармен жабдықталған авиация кезекшілік атқарып, өрттің таралуына жол бермеуге тырысады. Сонымен қатар еліміздің 10 облысында орманды авиациялық патрульдеу жүйесі іске қосылған. Қазіргі таңда 15 әуе бөлімшесінде 14 тікұшақ пен 3 ұшақ тұрақты жұмыс жасап, өртті жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Биыл жергілікті бюджеттен 6,3 миллиард теңге бөлініп, бұл қаражатқа 41 өрт сөндіру автоцистернасы, 19 шағын орман патрульді кешені, 32 трактор және 29 патрульдік автокөлік сатып алынбақ. Раннее обнаружение является залогом в оперативном реагировании на возникающие пожары.
Өртті ерте анықтау жүйесі кезең-кезеңімен еліміздің орман қорының кең аумағын қамти бастады. Қазіргі уақытта бұл жүйе 1,3 миллион гектар орманды бақылауға алып отыр. Түтіннің таралуын анықтайтын 127 камера орнатылған. Ал биыл жылдың соңына дейін 27 орман мекемесінде жаңа жүйе толық іске қосылды. Мысалы, Семей орман резерватында 37 сапалы камера орнатылып, тамыз айында өнеркәсіптік пайдалануға беріледі. Жыл соңына дейін бұл жүйе 5,4 миллион гектар орман аумағын қамтуы жоспарланған. 26 орманшылықта төтенше жағдайлар министрлігінің күштері 36 механикаландырылған күзет бекетін құрған. Бұл жаңа модель табиғи өрттерді алдын алуды тиімді етіп, өрт санын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. Еліміздің ормандала алқаптарында алдын алу шараларын жүргізу үшін төтенше жағдайлар министрлігі, полиция және орман шаруашылығы мекемелерінің қызметкерлері қатарынан мобильдік топтар құрылды. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзушылықтары үшін 52 миллион 116 мың теңгеге 3 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шаруа қожалықтарында нұсқамалар өткізілуде. Трансшекаралық ынтымақтастық шеңберінде Ресей, Қырғызстан және Өзбекстанмен бірлескен оқу жаттығулар өткізілді. Орман шаруашылығы мекемелерімен 300-ден астам өрт тактикалық оқу жаттығулар өткізілді. Сонымен қатар ауылдық аймақтарды қорғау мақсатында ауыл құтқарушылары бағдарламасы іске қосылып, жаңа өрт сөндіру бекеттері ашылды. Оларға қажетті техника, жабдықтар және киім-кешек берілген. Төтенше жағдайлар министрлігі әкімдіктерге өрт техникасын жеткізіп, ауылдық аймақтардың қауіпсіздігін арттыруға күш салып отыр. Айым Ғалымқызы, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды қаласындағы перинаталдық орталықтарда ұлттық домбыра күніне орай дүниеге алғаш келген сәбилерге ерекше сый жасалды. Әр қайсысына қазақтың киелі аспабы домбыра тарту етілді. Бұл Қазақстан Халық Ассамблеясының Қарағанды облыстық филиалы үшін жыл сайын қайталанатын игі дәстүрге айналған. Мереке күні ассамблея мүшелері мен этномәдени бірлестіктердің өкілдері нөмірі 1 және нөмірі 2 перинаталдық орталықтарға, сондай-ақ облыстық акушерлік гинекологиялық мекемеге арнайы барып, жаңа босанған аналарды қуаныштарымен құттықтады. Оларға ұлттық өнер мен рухани мұраны дәріптейтін сыйлықтар табысталып, жүрек жарды тілектер айтылды. Біздің бір әдемі дәстүрге айналған Қазақстан Халық Ассамблеясының керемет жобасы ұлттық домбыра күні қоғамдық келісім қызметкерлерімен бірге бірігіп Қарағандының перзентханасына келіп, осы дүниеге келген сәбиге ең бірінші естіген үні біздің қазақтың қасиетті домбыра үні болсын деп домбыраны сыйға тартып, жаңа туған ананы өзіміздің жылы лебіздерімізді білдіріп, туған баланың дүниеге келген күнімен құттықтап, осындай өзіміздің дәстүрімізді бағыттағымыз келеді. Жаңа туған сәбилерге домбыра тарту ету салт дәстүрімізді жаңғыртып қана қоймай, ұлттық болмыс пен өнерді болашақ буын санасына ерте сіңіруге бағытталған маңызды қадам. 2018 жылдан бері шілденің алғашқы жексенбісінде аталып өтілетін бұл мереке биылда мазмұнды форматта ұйымдастырылды. Екінші баламды мен бұл дүниеге келдім 4 күні. Осы пришақ теңістірадуымна үлкен алғысым шексіз. Екінші бөпемді аман есен қолма алып отырмыз кісілердің арқасында. Ұжымына үлкен рахмет. Бүгін домбыра күнінде маған осында үлкен сыйлық келіп жатыр. Домбыра деген әрбір қазақтың үйінде ілулі тұрады ғой, төрінде тұратын ұлттық аспаптың бір түрі. Рахмет айтамыз сіздерге. Бағдәулет деп қойғамыз. Расымен де дәулетті бала екен, міне осындай сыйлықпен келіп жатқан. Сол сіздерге алғысым шексіз. Осылайша ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар арқылы ұлттық салт дәстүрді жаңғыртып, көпұлтты қоғамдағы бірлікті одан әрі арттыруға болатынын көрсетті. Іс-шара тек қуаныш сыйлап қана қойған жоқ, сонымен бірге отбасылық құндылықтарды, ұлтаралық татулық пен бірлікті насихаттауға бағытталды. Домбыра күні бүгінде музыка мерекесінен әлде қайда ауқымды. Ол ұрпақтар сабақтастығы мен ұлттық рухтың символына айналып отыр. Ақгүл Сұлтанқызы, Дұршан Төлеутай, Бірінші Қарағанды телеарнасы.
Домбыра күніне орай шаһарымыздың орталық саябағы қаладағы нағыз музыкалық орталыққа айналды. Ұлттық мерекемен қатар қазақтың ұлы күйші композиторы Тәттімбеттің 210 жылдығына арналған ауқымды музыкалық флешмоб ұйымдастырылды. Іс-шараға жүздеген қала тұрғындары мен қонақтары жиналып, домбыраның сиқырлы әуенінен ләззат алып, қазақ музыкалық дәстүріне құрмет көрсетті. Мерекелік кеште 500-ге жуық домбырашы бір мезетте Тәттімбеттің кеңінен танымал саржайлау және бестөре күйлерін орындады. Даланың терең философиясы мен халықтың рухы сіңген әуендер тыңдаушылардың жүрегін тебірентті. Қатысушылар қатарында кәсіби орындаушылармен қатар музыка мектептерінің оқушылары, әскерилер, ақжаулықты әжелер де болды. Іс-шараға жиналғандар қатар тізіліп, домбыраның формасын салды. Домбыра күніне орайластырылып, Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен осындай кең ауқымды шара өткізіліп отыр. Бұл жылда өткізілетін шара, алайда осы жылы енді осындай креатив ретінде Қарағанды қаласының домбырашылары Қарағанды домбыра түрінде осындай мүсін жасап, сонымен қатар Тәттімбет Қазанғапұлының 210 жылдығына орайластырып, сол Тәттімбеттің күйлерін орындайтын болады. Іс-шараны ұйымдастырушылардың айтуынша басты мақсат жастар арасында ұлттық мәдениетті дәріптеу және ұлы күйшілердің мұрасын сақтау. Мереке аясында ұлттық аспаптар, қазақтың оюлары кестеленген көрпе жастықтар қойылып, фольклорлық ансамбльдердің қатысуымен концерттік бағдарлама өтті. Менің ойымша бұл өте бір ерекше, маңызды шаралардың бірі, себебі домбыра біздің қазақ халқымыздың дәстүрлі аспаптарының бірі болып саналады. Ең маңызды аспаптардың бірі болып саналады. Мұндай жаңағыдай домбыраны осындай мәртебелі қылып, осындай шара жасағанның өзі бір үлкен құрметке ие деп айта аламын. Сондықтан бұл өте жақсы бір жасалып жатқан, ұйымдастырылып жатқан іс-шара деп ойлаймын. Биылғы домбыра күні Тәттімбеттің мерейтойымен тұспа-тұс келіп, ерекше мәнге ие болды. Қазақ күй өнерінің негізін қалаушылардың бірі саналатын Тәттімбеттің шығармашылығы жаңа буын музыканттарына шабыт беріп, өнер мен ұлттық мұра арқылы жұртты біріктіріп келеді. Ұлттық домбыра күнін болашақта да ауқымды тойлау жалғаса бермек. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Астана күніне орай ерекше мерекелік концерт ұйымдастырылды. Бұл күн еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің символын айналған елордаға деген құрмет пен мақтаныштың айғағы. Іс-шараны тамашалауға келген қала тұрғындары мен қонақтары жарқын әсерге бөленіп, көтеріңкі көңіл күйде болды. Кеш барысында қазақ эстрадасының танымал жұлдыздары өнер көрсетті. Сахна төрінде түрлі музыкалық жанрдағы орындаушылар ән шырқап, көрерменге нағыз мерекелік көңіл күй сыйлады. Танымал әндермен қатар елордаға арналған патриоттық әндер шырқалып, көпшілік зор ықыласпен қарсы алды. Шын жүректен Қазақстанды Астана күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Және де баршаңызды Астанаға қонаққа шақырамыз. Осы Қазақстан қаласының да басқа қаласының тұрғындарына келіңіздер. Астана керемет қала. Саябақ аумағында түрлі интерактивті алаңдар, балаларға арналған ойын-сауық бағдарламалар мен қолөнершілер жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Іс-шара барысында Қарағанды тұрғындары өз әсерлерімен бөлісіп, жылы лебіздерін білдірді. Концерт жақсы болып отыр. Ұнап отыр бізге. Бәрі жақсы. Енді осындай концерт көп болса деп ойлаймыз біз. Астана күнін Қарағанды қаласында тойланып жатыр. Өте қуаныштымыз. Көптеген адамдар жиналып жатыр. Осылай жылда Астанамыздың туған күнін тойлай берейік. Жылдан жылға 100 жылдығына дейін жете берейік. Қарағандымызда көркейе берсін. Осындай концерттер көп бола берсін. Астананы өз мерекесімен құттықтаймыз. Біздің елімізде Астана сияқты қалалар көбейе берсін. Астана күні құтты болсын. Не дейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз әрқашанда желбірей берсін. Қазақ елі аман болсын. Астана күні ел болашағына сенім мен үміттің мерекесі. Қарағандылықтар бұл күнді зор мақтанышпен атап өтті. Астана күніне орай Ақтас кентіндегі нөмір 2 отбасылық оқу кітапханасында рухани мазмұны терең әдеби сазды кеш өтті. Елімнің жүрегі Астана тақырыбындағы іс-шараны 85-510 әскери бөлімнің жеке құрамы ұйымдастырды.
Іс-шара барысында әскери қызметшілер мен сарбаздар ел тарихындағы маңызды беттерге шолу жасап, тәуелсіз Қазақстанның жүрегі Астананың қалыптасуы мен дамуына байланысты тарихи деректермен бөлісті. Арнайы дайындалған кітап көрмесі көпшіліктің назарына ұсынылып, елорда туралы құнды басылымдар мен деректер таныстырылды. Кеш барысында сарбаздар патриоттық рухтағы өлеңдер оқып, шаһардың мәртебесін арттырған айтулы оқиғаларды еске алды. Әсіресе Астана әнінің шығу тарихы туралы мәлімет көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Кештен ерекше әсер алған сарбаздар елордаға деген ыстық ықыластарын білдіріп, өз ойларымен бөлісті. Біз жігіттермен бірге ән салып, ән арнап кітаптар оқып, және де осы кітапхананың жұмыскерлері бізге Астана қаласы туралы көптеген малумат, қай жылдары қалай өзгерілген, кім бастаған, және де осы Астана қаласының ерекшеліктерін атап өткен, және де кешімізде Астана жайлы өлең шырқап, ән арнап, осы керемет іс-шара өтілді. Осы кітапханаға, Ақтас кентінің кітапханасына біз жиі келіп тұрамыз. Осы кітапханада біз керек малуматтар, неше түрлі кітаптар, және де ол бізде жазушылардың кітаптар, немесе білімі кітаптар, математикалық кітаптар, неше түрлі кітаптар оқып жиі келіп тұрамыз. Әскерилер домбыра күнінде атап өтті. Бөлімде мұндай жиын екінші рет өткізіліп отыр. Нәтижесінде домбыра шертіп, ұлттық өнерге қызығушылық танытқан өзге этнос өкілдерінің қатары көбейген. Ұйымдастырушылардың айтуынша осындай іс-шаралар отан алдындағы борышын өтеп жүрген жастардың бойында патриоттық сезімді күшейтіп, елге қызмет етудің абыройлы міндет екенін тағы бір мәрте ұғындырады. Айым Ғалымқызы, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтарымыз осы. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42 06 49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. 1 Қарағанды телеарнасы. Қосулы болсын.